Сауал премьер-министрге. Құрметті Олжас Абайұлы. Бүгінгі сауалымда тағдыр тәлкегімен мүмкіндігі шектелген әлеуметтік көмек сұраған жарым көңіл жандардың тілегін айтпақшымын. Бүгінде өзекті мәселелердің бірі мүгедектікті растау қиындығы өз алдына ауылдарды айтпағанның өзінде қаладағы мүгедектер үшін өте қолайсыз нәрселер көп. Автобусқа міну зымыранға мінгенмен бірдей. Қоғамдық көлік жолақысы да кейбір өңірлерде жеңілдік мүлдем қарастырылмаған. Мысалы, мүгедек адам бір қаладан екінші қалаға келсе, қоғамдық көлікте жеңілдік жоқ. Не арнайы инватаксиді қолдана алмайды. Қоғамдық көліктер де бейімделмеген. Оған дәлел, Қызылорда қаласында қоғамдық көліктерде мүгедектерге мүлдем жеңілдік жоқ. Ауылдарда тұратын мүгедек жандардың қалаға қоғамдық көлікпен жетуі тіптен қиын. Бізде басқа мемлекетке, басқа қалаға бармақ түгілі, қала ішінде тегін жүру мүмкін емес. Көлік министрлігінде де ереже бір болғанымен орындалуы әртүрлі. Қоғамдық көліктерде екінші, үшінші топ мүгедектеріне жеңілдік беру жергілікті бюджетте берілгендіктен әр өңірде әртүрлі. Бір жүйе жоқ. Жеңілдік жасаса жеке кәсіпкердің қалтасына салмақ түсіп, ал жергілікті бюджеттен субсидия қаржы жоқ болып шыға келеді. Енді халықаралық тәжірибеге келсек, көптеген шет елдерде мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімділіктің нақты шаралары, соның ішінде қоғамдық көліктің қолжетімділігі айқындалған. 2024 жылының қазан айында Европалық одақ мемлекеттері ерекше қажеттілігі бар адамдар үшін бірыңғай европалық картаны енгізуді қатысты директивті мақұлдады. Сол себепті олар Евроодақ арасында басқа мемлекеттерге, басқа қалаларға тегін жүреді. Сонымен қатар барлық мәдени іс-шаралар қамтылған. Қазіргі уақытта Европалық одақта 100 миллион мүгедек адам бар. Олар осынша мүгедектерге жағдай жасап отыр. Ал бізде 800 мыңдай мүгедек адамға жеңілдік қарастыра алмауда. Артық қыламыз деп тыртық қылып жатқан жағдайымызда бар. Көлік министрлігінің ұсынған жаңа ережесіне сәйкес психикалық ауытқуы бар балаларда инватакси қызметін пайдалануға мүмкіндігі берілді. Ниет дұрыс әрине. Алайда ақыл есінің кемтігі бар балалар инватаксиге мінетін болса, санаторийға жолдама берілмейді. Ал шипажайға бару керек болатын болса, ақыл есі дұрыс болуы керек. Бірақ онда инватакси берілмейді. Сонда тағы мүгедекте таңдауы жоқ мүгедекке тағы да таңдау қойылды. Келесі мәселе, мүгедектігі бар жандар үшін арнайы жеңілдіктікпен автокөлік алу бойынша. Мүгедек жандардың барлығы автокөлік ала алмайтыны белгілі әрине. Алған күннің өзінде ол автокөлік мүгедектің басқаруына бейімделмеген. Егер шынымен де біздің елде автопром дамып тұрса, ең құрғанда мүгедекке бейімделген 1-2 автокөлік шығарыңыздаршы. Қазақстан автопромының әлеуетін осы жерде көрейік. Және де мемлекеттің қолдауымен мүгедектігі бар тұлғаларға сол автокөлікті алуға жағдай жасайық. Құрметті Олжас Абайұлы, жоғарыда айтылғанды ескере отырып, еліміз бойынша бірдей екінші, үшінші топтағы мүгедектер үшін де қоғамдық көлікте арнайы жеңілдіктер қарастыру. Мүгедектерге Қазақстан бойынша бірыңғай көлік картасын енгізу. Мүгедектігі бар жандарға арнайы бейімделген автокөліктерін шығару және мемлекеттің қолдауымен арнайы бағдарламамен жеңілдетілген автонесие беру жолдарын қарастыру. Барлық санаттағы мүгедектігі бар балаларға инватакси қызметінің қолжетімділігін қамтамасыз ету. Құрметпен ауыл фракциясы депутаттары, инклюзивті парламент тобының депутаттары.